Армысыздар, құрметті жерлестер, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі түсірілімде сіздерге мына микрозелендин ұйқыға пайдасы туралы айтып кетейін деп тұрмын. Өсімдіктердің мүмкін біреулеріңіз кеш жатып, ерте тұрып жүрген шығарсыздар. Және сол себептен ұйқыларыңыз қанбай жүрген шығар. Сондықтан осы видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Өзімізде де сондай мәселе болды да кезінде. Соны шешуге тырыстық осылай міне. Кезінде тоже ұйқымыз қанбай жүрді. Үйде енді ұйықтаймыз ғой, үйде ұйықтағанда қалада енді үйде ұйықтаған кезде кеш жаттағанбыз, ерте тұрамыз деген сияқты. Және ұйқы қанбай, сол себептен тағы да ұйқым келеді. Жоқ дегенде бір 8 сағат жатқым келеді. Ал кейбір адамдар 10 сағат, 12 сағатқа дейін ұйықтауға бар. Ол да дұрыс емес, оның барлығы. Кезінде сол ойыма түсіп отыр. Кезінде бала кезімізде үйде бақша болатын, алма ағаштар болатын, жеміс жидектер, көкөністер, өрік, мейіз барлығы өсетін. Сол саттың ішінде. Жаздың күні енді үйде ұйықтасаң, үйде ыстық. Үйде ұйықтасаң тағы да ертеңгісінде 9-ға дейін, 10-ға дейін жатасың, мау басып сияқты. Ұйқың қанбайды деген сияқты. Ал сол жаздың күні осындай міне алма ағаштың ортасына барып жатқан кезде түнден бәрібір айтыр. Түнде кеш жатсақ та таңғы 5-те оянып алатынбыз. Таңғы 5-те уже ұйқымыз қанып, күш қуатты болып деген сияқты. Жақсы көңіл күймен тұратынбыз. Таза ауаның ішінде. Өйткені мына алма ағаштардың жапырақтары, жерде өсіп жатқан шөп, соның барлығы кислород өндірген кезде таза кислородқа қанықтырылған орта тыныс алған кезде газообменді жақсартады. Газообмен, больше кислорода, больше газообмена, больше питания деген сияқты. И вот жасушалар, клеткадегі жасушаларды тез энергия өндіреді, тез зат алмасу процестері пайда болады. Тез демаласың, ағза тез демалып қалады деген сияқты пайда болады. Сол есіме түсіп, содан кейін осылай мен істеп отырмын. Мынандай шелектерге биогумусты отырғызып, 10 литрлік шелектер, соған шлаушымдардың өндірген биогумустарын алып, соларды отырғызып, сонымен горох отырғызып, жоңышқа, горчица, осыларды отырғызып, өсіріп, жататын бөлменің ауасын тазартып отырмыз. Бір жағынан ауа тазарылады, екінші жағынан ауа қанықтырылады, кислородқа, оттегіге. Және бұлар микрозеленді ертең кесіп аламыз. Бой өскеннен кейін микрозеленді кесіп аламыз да, одан кейін бұларды ашытып жейміз. Ашытып жеген кезде бұлар электролиттер болады.
адам 100% биологиялық, электрохимиялық, механикалық, биомеханикалық робот. И адамдың бойында адамның бойы 70-80%-ға судан тұрады. Сол судың белгілі бір қан ғой, енді негізгі электролит қан ғой. Сол қанды айтатын болсақ, қан бұл байланысып тұратын жүйе. Аяқтан бастап басқа дейін барлық жасушаларды байланыстырып тұратын жүйе. Және бұл қандың белгілі бір химиясы болу керек, белгілі бір колебаниясы болу керек, электрический колебаниясы болу керек. Мына сау адамдың қанды минус 180 милливольтқа дейін барады. Электрический колебаниясы. Тиісінше сондай электролиттерді тоже біз ішуіміз керекпіз. Дендің саулығы үшін, жақсы көңіл күймен өмір жасының ұзақтығы болу үшін сондай тоже растворларды ішуіміз керекпіз. Сол себептен сіздер де ұйқыларыңыз қанбай жүрсе, көбірек ұйықтағыларыңыз келсе, ертерек тұрып жүрсеңіздер, міне жататын бөлмелеріңізге осындай өсімдіктерді отырғызыңыздар. Бір жағынан таза ауамен тыныс аласыздар, екінші жағынан өсімдіктерді шауып алып, ертең ашытып электролиттерін аласыздар. Ашытқан кезде бұлар байиды. Амин қышқылдар, витаминдер, минералдар, ферменттер барлығы ашылып, биологиялық қолжетімді болады. Өте пайдалы болады. Сондықтан тағы да неме? Мына кислород, қалада енді тұрғанда көп жағдайда смог болады, көп жағдайда түтін болады. Оның барлығы терезені ашсаң кіреді, ал кірген кезде оның барлығы несбалансированный воздух, молекула воздуха несбалансированная, свободно радикальная, зиянды деген сияқты. Соны алдын алу үшін осылар мыналар нағыз табиғи биологиялық, электрохимиялық батареялар адамға қажетті пайдалы. Сондықтан өздеріңіз үшін осыларды осылай отырғызып қойсаңыздар, өздеріңіз үшін пайдалы. Дендің саулығы болу үшін, өмір жасының ұзақтығы болу үшін, соның бір факторлардың бірі бұл таза кислородпен, таза ауамен тыныс алу. Және электролиттерді тоже дұрыс электролиттерді тұтыну. Қандың құрамына және физикалық қасиетіне сәйкес келетін электролиттерді тұтыну. Сондықтан құрметті жерлестер, өсіріңіздер осындай еді, міне өздеріңіз үшін. Андай биогумусты айтпақшы сатам. Биогумус аламыз десеңіздер, хабарласыңыздар. Енді жалпы мен сіздерге жалғыз биогумус емес, көп біле денсаулықпен, жақсы көңіл күймен өмір жасының ұзақтығын және бақытты сатам.
осыларды сатамын. Сіздерге денді сау керек пе? Өмір жасын ұзақтау керек пе? Бақыт керек пе? Осының барлығы керек болса, хабарласыңыздар. Осының барлығын сатамыз. Деніміз сау болса, білетін нәрселерін, түсінетін нәрселерді, денсаулыққа пайдалы нәрселерді сатамыз. Адамды дені сау болу үшін, өмір жақсы ұзақ болу үшін, көңіл-күйі жақсы болу үшін бір 5-6 фактор бар. Ол міне ауа, жақсы ауаны тыныс алу керек, таза ауаны тыныс алу керек. Суы да сапасы, биохимиялық құрамы дұрыс болу керек. Екінші фактор. Үшінші фактор тамақ. Тамақта тоже белгілі бір химияға, белгілі бір физикалық қасиеттерге ие болу керек. Төртінші фактор бұл стрессті, управление стрессом дейді. Стресстерді басқару. Үшінші фактор, төртінші фактор, төртінші фактор, бесінші фактор бұл қоршаған ортаны жақсарту. Қоршаған ортаны жақсарту. Қоршаған ортаны жақсартпасақ, тоже қоршаған ортадан көп стресстер келеді. Алтыншы фактор бұл денсаулыққа пайдалы заттарды қолдану. Тамақ болсын, киім болсын, басқа құралдар болсын. Осындай факторлардан тұрады. Сондықтан осы өзім білетін нәрселерді, түсінетін нәрселерді, денсаулыққа қажетті нәрселерді және қызметтерімді сатамын бұйырса. Гиппократтың бір әңгімесі бар, сөзі бар. Денсаулық бұл тек қана аурудың ғана жоқтығы емес, физикалық, психикалық және әлеуметтің әл-ауқаттың толық жағдайы дейді. Және тағы да бір басқа түрі бар, аудармасының. Денсаулық бұл дененің, жандың және қоғамдың үйлесімділігі дейді. Өте жақсы, дұрыс, дәл айтылған сөздер мен өзім білемін. Және қалай айтсам екен, бұл біз тұрып жатқан әлемде, космос болсын, әлем болсын, медицина болсын, физика, химия, биология, барлығы тепе-теңдірілген, баланс бар, тепе-теңдірілген, баланстың тепе-теңдірілген заңдарға бағынады. Ал өкінішке орай, осы біздің қоғам нестабильный молекула сияқты, свободно радикальная нестабильная молекула сияқты. И мен қолымнан келгенше осы мына қоғамда көптеген дұрыс емес нәрселер, орын алып жатқан нәрселерді өзім қолымнан келгенше де тоже осылардың барлығын теріс әсерін азайтуына қатысқым келеді. Сіздерге міне пайдалы ақпаратты беріп отырып, заттарын сатып отырып, және түскен пайдаға сол жаңағы жоба дисбалансты, балансын келтіріп, тепе-теңдігін келтіргім келеді. Бұл өмірде тек қана біз енді қалай айтсам екен, ішіп жеп, ұйықтап, ойнап, қатын бала шағамызды асырау үшін ғана келген жоқпыз.
деп ойлаймын. Сол, құрметті жерлестер, ақпарат пайда болса, лайктарыңызды басып қойыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар, таратып қойыңыздар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер комментарийға. ютубта бұл қазір искусственный интеллект қосылған бұл әлеуметтік парақша, әлеуметтік жүйе. Сондықтан бұған да сіздер өз әрекеттеріңізді көрсетіңіздер. Ақпарат пайда болып жатса. Мен де сіздерге, маған да сіздердің әрекеттеріңіз маған да ынталандыру жасайды, мотивация жасайды. Басқа пайдалы ақпараттар тоже беріп отырғанға. Ал, құрметті жерлестерім, осы түсірілімді аяқтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Есінде болсын, жеңіліп қалу жоқ, сәтсіздік жоқ, ауру жоқ, денсаулық жоқ. Ештеңе ешқайсыдан пайда болмайды, және ештеңе өздігінен пайда болмайды. Адам бұрынғы күні не істегеннен, не ойлағанынан жаралған. Және осыдан қазіргі жағдайымыз қалыптасады. Ал қазір біз болашағымыздың, ертеңгі өсетін күніміздің өсетіндерін салып жатырмыз. Кацуза Ниши, жапондық дәрігер.